Саламатсыздарбы балалар? Қазақ тілі пәні 73-ші сабақ. Түбір мен қосымша. Бұл сабақта түбір мен қосымшаны ажырата аласыңдар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыратын боласыңдар. 36-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Балдырған журналынан. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақтар қойыңдар. Мәтінге ат қой. Компьютердің пайдасы мен зияны тақырыбында топта талқылауға қатыс. Інісі қай спорт түрін ойнауды қойды. Ағасы інісін далада ойнатудың қандай амалын тапты. Мәтіннің аты пайдалы спорт. Суреттегілерге қосымша жалғап екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз. Шанамен сырғана, бассейнде шомыл, парашютпен секір, доппен ойна. Жаңылтпашты жатқа жаз. Дойбышыны дойбышы ұтты. Ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасына жаз. Дойбышыны дойбышы. Дойбышыны дойбы түбірі, шы жұрнақ, ны жалғау. Дойбышы, дойбы түбірі, шы жұрнақ. 39-ші жаттығу, ойлан тап. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орынды алды. Мағжан 2-ші орын алмаса, Әнуар 1-ші орын алмаса, Талғат 3-ші орын алмаса, кім қандай орын алды? Мағжан 1-ші орын алды, Талғат 2-ші орын алды, Әнуар 3-ші орын алды. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.